қай шетел азаматы студенттерді сұрасаңыз, айтады, басқа қалалардан Алматыны тіршілік ету үшін, жұмыс жасау үшін Алматыны таңдайды. Алматының табиғаты қатты ұнайды. Мен каждый выходной кезде неде барам. Алғашқы достарыммен тағы отырамыз, демаламыз. Бұл жас жігіттер Алматының ұлттық техникалық университетінің докторант студенттері Мираджуддин Шарафи мен Фазыл Рахман Бахик. Екеуі де ауған елінің азаматтары. Алматыға оларда білім қуып келген бакалавр, магистратура, ендігі докторантураны біздің елі тәмамдайды. Мен 2015 жылға Қазақстанда келдім, Алматы қаласына. Бір жыл Ал-Фараби университет тілде оқыдым, қазақша, орысша тілде. Сосын мен аграрный университетте бакалаврға түстім. Бакалаврда бітірген кейін магистраға тапсырдым, Сатпаев университетке экзамен тапсырдым. Сосын магистраға грант шықтым, грант оқуны бітірдім. Гранттан магистра біткен кейін сосын докторантураға оқуғым келді. Сосын Сатпаевда. Қазір докторантура оқып жатырмын, бірінші курсты бітірдім. Шетел азаматтары алып шаһарды бекер таңдамаған. Өз елдерінің білікті профессоры Қазақстанда білім алу дұрыс шешім деп жол сілтеген екен. Ол уақытта үш мемлекет бізде таңдағанда болды. Индия болды, Турция болды и Қазақстан. Су заңын, яғни су пайдалану заңдарын егер дұрыстап Орта Азияға түсінсең, Қазақстанда барсаң, Қазақстанда оқысаң күштерек болады. Индия және Турция қарағанда. Сол үшін менің оқығаным сала, яғни менің мамандығым бакалавриаттан бастап, қазір докторантураға бірінші курсқа дейін менің мамандығым су и сумен. Болашақта айналасам. Ауған жігіттерге қазақ тілін үйрену қиындық тудырмапты. Бас аяғы 5-6 айда еркін сөйлеп шыға келдік дейді. Қазақтан досы тауып үлгерген, ал демалыс күндері табиғат аясында тынығады. Алматыда тауға барамыз, каникулда барамыз, тауға отырамыз, кофеға отырамыз. Бүгінде жергілікті атқарушы органдардың рұқсатымен ел аумағында 16.424 шетел азаматы еңбек етеді. Еңбек мигранттары келетін негізгі елдер Қытай, Түркия, Өзбекстан, Үндістан мен Ұлыбритания. Ал мұның бәрі қазақтың қонақ жайлылығының нәтижесі. Қонаққа лайықты құрмет көрсету, қабақ шытпай қарсы алу ежелден қалыптасқан дәстүр емес пе?